Мына жиын берілген. Сонымен А11 болса, А қосылып 8К мәнінің ықтималдығы барлық мүмкін жағдай. Енді бұл есепке қарайтын болсақ, барлық мүмкін жағдай, яғни А-ны 11 дегенде Б-ны 11 деуге бола ма, әлде болмай ма? Осында екі жағдайды қарастырамыз. Болады деп жағдай қарастырған кезде есеп шығады, бірақ өткен жолы тесттен көргенбіз, яғни болмайды деп қарастырған кездегі жауап тұрған екі жауаптың біреуін белгілейміз. Сонымен бізде А тең 11. Енді 11-ге қосқанда, 11-ге нені қосқанда 8-ге бөлінетін сан шығады. 11-ге 5-ті қосқанда шығады, міне 16. Бірақ 5 деген сан жоқ мына жерде, сол үшін ол болмайды. 16-тан кейін келе 8-ге бөлінетін сан 24. Ол кезде бұл 13 болу керек. 13 деген бар. Ал 24-тен кейін келесі 32, ол бізде 21, ондай сан жоқ. Сонда 13 қана болып тұр ғой. Сонда А тең 11, Б тең 13 болған жағдай ғана. Енді егер 11-ді санайтын болсақ, міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11-ді санайтын болсақ, 9-дан 1 деген жағдай, яғни 9 жағдайдың біреуінде болады. Ал егер 11-ді санамау керек болса, онда міне 8 сан, сонда мінекей 9-дан 1 немесе 8-ден 1 болады. Егер нұсқада осы екі жауапты келіп қалатын жағдай болып жатса, енді 8-ден 1 таңдайсың, өйткені ұбт-ның тестінде санамайды деген оймен, 11-ді санамау керек деген оймен жазған екен. Бірақ енді ондай жағдай болмау керек, екеуі де қатар келеді. Екі жауап та қате емес.